Саламатсыздар ма студенттер? Отыра қойыңыздар. Сіздерге барлығыңызға сәттілік тілей отырып, енді өткен сабақта біздің қандай тақырып өтіп едік? Құстар жайлы өткен болатынбыз, иә? Енді соған байланысты қазір үй тапсырмасын орындап жіберейік. Бағалау дескриптері: сұраққа тез және жылдам жауап береміз, сұраққа нақты жауап береміз, ыдыстың қандай мақсатта қолданылатынын және қандай материалдан жасалғандығы жайлы айтып кетеміз осы жерде. Мынау қандай ыдыс? Кім жауап береді? Арайлым, пипетка. Және ол қандай мақсатта қолданылады? Нені жинап алуға? Бөлгіш, воронка. Ол қандай мақсатта қолданылады? Сұйықтықтан майды ажыратып алу үшін қолданылады. Өте дұрыс. Мынау қандай ыдыс? Дұрыс, үш мойынды. Колба. Тапсырмасын қорытындылау мақсатында мен сіздерге салыстыру әдісін пайдалана отырып, екі пипетканы қазір қасиетін айтуға байланысты салыстыратын боламыз. Арасын айта қойыңызшы, мынау қандай пипетка? Шыны пипетка. Шын, аха. Бұл жерде біз бұмен еркіндігінде суды да ала бере аламыз. Аха. Сосын енді сұрақ қояйыншы сізге. Бұл жерде біз тек қана 1 мл емес судан ба 0,3, 0,5 мл өлшеп ала аламыз ба? Аламыз. А мына пипеткада балдар, бұл пипетканың аты қандай? Мор пипеткасы, иә? Мына пипеткада біз тек қана осының жанында жазылған миллилитр, яғни 10 мл деп тұр ма, 10 мл ғана есептеп өлшей аламыз. Ал қалған көлемдегін өлшей алмаймыз, иә? Сондықтан бұл екеуіне де қатысты. Не айтылмай қалды? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пипетканы қолдана отырып ерітінді даярлау. Яғни сабағымыздың мақсаты балдар, пипеткамен жұмыс істеу ережесімен танысатын боламыз, және жұмыс осы арқылы біз тұз қышқылының стандарт ерітіндісін дайындаймыз. Осы жер тұста сұрағым келіп тұр сіздерден. Тұз қышқыл деген қандай қышқыл? Күйдіргіш, қауіпті, я, сосын концентрлік қышқыл, я? Онымен жұмыс жасау барысында нені ескеруіміз керек біз? Қауіпсіздік техникасын. Күтілетін нәтиже: студентті пипетканы дұрыс қолдана отырып, тұз қышқылының стандарт ерітіндісін даярлап, оны маған тексертіп көрсету. Сіздерге ережені түсіндіріп кететін боламын. Енді қараңыздар, біз алдымен пипеткамен жұмыс істеу барысында алдымен оның несін тексереміз? Бүтіндігін тексереміз, иә? Не үшін тексереміз оны? Я өлшейміз. Егер шығара алмаймыз, ерітіндіні стаканнан сорып алу үшін нені қолданамыз? Пипеткаға не көмектеседі? Өз-өзінен сорып ала ала ма ол? Жоқ, ол үшін біз грушаны алып, не істейді екенбіз? Соруға көмектеседі екенбіз, иә? Грушаны қолданар алдында техника қауіпсіздік ережесін сақтау, ауа қысымын дұрыс пайдалану өте маңызды. Себебі егер алдымен баяу басқару. Қандай қателік болды? Кім айтады? Мөлшерден асып кетті біріншісі, екіншісі грушаның ішіне су кетті. Грушаның ішіне су кеткеннен кейін оны қолдануға бола ма? Болмайды. Жоғарыда азғантай көлемде көбірек алдым, иә? Аламындағы оның несін, деңгейін тексеру үшін, яғни ақ фонды бүйтіп пайдаланамын дағы нөлге келтірем. Енді қараңыздар, нөлге келтіру барысында мен ақ фонды қолдамай тұра тұрайын. Неке? Астында стакан міндетті түрде астында тұруыңыз керек. Ол бүйтіп жерге тамуға болмайды. Себебі егер ішінде қышқыл болса, ол не істейді? Линолеумды бүлдіреді, аяқ киімімізді бүлдіреді, денемізге тиюі мүмкін, және тағы басқа, иә? Сол үшін бүйтіп аламыздағы өзінің қажетті мөлшеріне дейін сұқ саусағымызды, қараңыз, сұқ саусағымызды басқару арқылы біз қажетті мөлшерін алып, ерітіндіні құямыз. Түсінікті ғой, иә? Мына сызық біздің көз деңгейімізде, яғни көз жанарымыздың деңгейінде тұру керек. Яғни су, біздің су мөлшері сызықтың үстінде тұрады. Егер суымыз түссіз болса, ерітінді, иә? Судың, яғни пипетканың дәл меніскінің үстінде тұрады. Соны қазір қадағалап, сіздер өздеріңіз алып жұмыс жасап көретін боласыздар. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзін айтқым келіп тұр, яғни бізде 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп атаймын, яғни жариялаймын деп өткенде қаулыға қол қойған болады. Яғни 2025 жылы енді қазіргі таңда жұмысшы мамандықтарға көп мән беріледі. Атты әдіс арқылы тұз қышқылының 100 немесе 50 мл көлемді стандарт ерітіндісін дайындау жұмысы. Жұмыстың мақсаты пипетканың көмегімен бізге қажетті мөлшерде ерітіндіні аламыз. Жұмыстың орындалу реті көріп тұрсыз ғой, иә? Тақтада да көрініп тұр. Алдымен не істейміз? Зертханалық жұмыс орнын тексеріп аламыз. Және құрал саймандар сіздер толық па? Жаңағы реактивтер мен құрал саймандар деген жердегі барлығы толық па? Жоқ болса маған айтасыз, және сіздерге сол ыдысты толықтырамыз, иә? Одан кейін не істейміз? Ыдыстың толық және бүтін екенін қараймыз.
Сынық бар ма? Тексеріп қараңыздар, сынығы бар ма ішінде? Бүтін ба? Бүтін. Жасанды химиялық ыдысқа құйылатын реактивтердің атауларын жазамыз. Енді қазір балдар, сіздерде топтық тапсырма болғаннан кейін барымыз бірдей уақытта жұмыс жасауымыз керек. Қазір мен тақтаға есепті шығарып жатқан кезімізде, бәріміз маркировка жасайтын адам не істейді? Ыдысқа жайлап маркировкасын істейді. Концентрациясын табамыз бірінші, иә? Оның формуласы қандай еді? Кімнің есінде, кім айтады? Нормальный концентрациясының формуласы кімнің есінде? Нені неге көбейтем? Тығыздықты көбейтем пайызға, көбейтем онға. Бөлем неге бөлем? Малярлық массасына және эквиваленттілігіне. 50-ге жасайтындардікі нешеге тең болды? 0,5-ге. 1-ге жасайтындардікі нешеге тең болды? 1-ге тең. Миллилитр есептеп аламыз. Біліп болсаңыз, тексерейін. Қанеке? Нөмірледіңіздер ма? Мұна нөмірлемемсіз ғымнаны. Жазыңыз. Халаттарымызды киіп аламыздағы жұмысқа кірісеміз. Бағалау парағына қарай мұқият мән берейікші. Осы жерде әр топтың алдына мен бағалау парағын алдына қойып қойдым ғой, маған айттым ғой сіздерге, әр топ өз-өзін бағалайды қазір. Бағалау парағында жанында отқан, яғни қазір қанат жасайын деп отыр ғой, қасында отқан сіз ба? Сіз қарап отырасыз, қай пункті дұрыс орындады, қай пункті дұрыс орындамады. Соны ашып қарап отырасыз. Қазір дұрыс орындалғанға 7 ұпай, ал егер дұрыс орындалмаса кейбір пункттер, онда ұпайлар шегерілетін жайлы жазылып тұр, балдар, қарап алыңыздар мұқият. Қышқылмен жұмыс істейтін кезде қандай ережені сақтауымыз керек, балдар? Қауіпсіздік не үшін? Күйдіргіш деңгейін ұстасаңызшы, жоғарғы көтеріңіз. Я. Қанеке тексерейін? Қайсы тексерейін? Дұрыс, құйып дайындай беріңіз, жарайды. Алынбай жатыр, қайсы кәне көрейін? Грушаны қаттырақ қысыңыз сол үшін. Неке. Енді үстіне суды құямыз. Суды құйған кезде қай ережені сақтаймыз біз? Жоқ, суды мынаған құясыз. Мынаған құймайсыз. Суды мында құйып дайындай бересіз. Серей. 6-шы топ уже жасап бітірген. Шайқадыңыз ба? Қараңызшы, неңізді деген. Үстінде тұр ғой. Сіз ертін дұрыс дайындамадыңыз уже. Көріп тұрсыз ба? Бірақ шайқап енді дайындап бере беріңіз, бірақ есебіңіз дұрыс емес. Мына жазып кеттіңіз. Минусты дәлдігін келтірді ма? Келтірген жоқ. Минус 3 балл деп жазып кеттіңіз. Минусты дұрыс есептемесеңіздер, онда минус 3 балл ұпай. Шайқамай тұрып тексерттіңіз әкел. Асып кетті ғой мынау әдемі. Дұрыс емес. Өте дұрыс. Қараңыздаршы міне, мен істеймін, мынандай болу керек қой, балдар. Неке. Көріп тұрсыз ба? Кішкене емес, көп біраз асып кетті ғой бұлда. Жақсы. Араластыра беріңіз. Қайсыздікін көрейін ау. Қараңыздар. Енді мен сізге бірден айтайын, я? Не үшін асып кетті? Себебі сіздер, мен кеше алдыңғы сабақтарда түсіндірген болатын, я? Енді ыдысым жерін толтырып аламыз дедік. Қатемен жұмыс болып жатыр, я, қазір? Егер сіз басынан бастап ана толған шығып өсіп тұрсан, қолыңыз дірілдейді ғой. Сосын, не істейміз деді? Сіздер тұрсыздар мына алып, біресе жақындатасыз, біресе құясыз, біресе аласыз. Жақындан жоқ, соңына дейін құйып болғанға дейін сіз алмаңыздар. Себебі әр алып тастап қайттан қараған сайын сіздің қолыңыздың жылдамдығы өзгере береді. Жылдамдықты өзгертпеу керек деп айттым ғой кеше, құю жылдамдығын. Сол кезде ғана дұрыс болады, я? Жарайды енді. Ештеңе етпес. Келесі сабақтарда бұл қателіктерді жібермеуге тырысамыз. Неше ұпай? Жалпы есептегенде 85 ұпай шығу керек еді. 85 біреу дұрыс емес қой енді. 7-ні 11-ге көйтсеңші от, 77 ұпай жазыңыз. Сізде дұрыс 85 ұпай деп жазыңыз. Енді мына жерде бір нәрсе ескерілмеді, я? Тапсырманы ұқыпты орындау, егер еркінді төгілген жағдайда минус 3 ұпай деп тұр. Қай жерден қателік болды? Айта қойшы Ағылпа, неден қателестіңдер? Ол жылдармен жиналатын тәжірибе. Шындық немесе жалған деген ойынды ойнаймыз.
Бұл ойын топпен. Қазір сізге мына жерде QR код ашылады. Сол QR кодқа бір ғана телефонмен кіресіз, төртеуіңіз, үшеуіңіз қосылып жауап бересіз. Түсінікті ғой, иә? Дайынсыздар ма? Қараңыздар. Сұраққа тез әрі нақты жауап беру. Ыдыстың қандай мақсатта қолданылған тұжырымдама дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтайсыз. Және мен тұрғызам сізге. Себебін айтасыз. Неге оны таңдадыңыз? Түсінікті ғой, иә? Жай ғана анықтап қоймаймыз. Екінші, үшінші, төртінші топ деп жазыңыздар. Мен кімнің бірінші жауап бергенін көріп отырамын өзім. Жарай ма? Ал кеттік. Тез жауап беріп болдыңыздар ма? Аха, жақсы. Иә, маңызды, не үшін маңызды? Дұрыс айтасыз. Оларды ескере отырып қателеспеу үшін жазылады, иә? Жарайды, келесі. Пипетканы пайдаландырып қажетті мөлшерде ерітіндіні жинай аламыз. Қойыңыз. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс, бәрекелді. Себебі Расин айта қойыңыз. Себебі біз денемізде әртүрлі ерітінділер қышқыл тиіп кетуі мүмкін. Үшінші топ, үшінші орын. Екінші топ қайда? Шапалақтап қоя қолымыз. Екінші топ, екінші орында, төртінші топ, бәрекелді. Бірінші орында, екінші топ, бәрекелді. Ал өздерің шапалақта. Бірақ балдар ескертіп кетейін, иә? Бізге ең көп себебін айтқан бірінші топ, иә? Бірінші топта не үшін оны таңдады, неліктен олай тұжырымдама дұрыс немесе бұрыс. Соның үстіне 10 деген ұпай қосылады. Енді бүгінгі сабақтың мені бағала деген платформа ашылады қазір балдар. Навес экран қалай болады? Мені бүгінгі сабақта егер түсінбесеңіздер, пипетканы көтересіз. Жартылай түсіндің болса, пипетканың басына сұқ саусақты ұстау арқылы көрсетесіз. Үшінші, толықтай түсіндің болса, онда дайындаған ерітіндіңізді көтересіз. Жақсы, жауап бере қойыңыздар. Түсіндік, дұрыс. Төртінші топ. Түсіндік, иә? Жақсы, рахмет. Қатемен жұмысты келесі сабақта орындайтын боламыз. Сабақта біз аммоний нитратының ерітіндісін дайындаймыз. Дәл бүгінгідей тұз қышқылын дайындадық. Келесі сабақта біз аммоний нитратының ерітіндісін дайындаймыз. Соған манав есеп шығарған формула бар ғой бізде, иә? Сол формула бойынша, артқа қарай жүрейін, қазір көрсету үшін. Сол формула бойынша, міне, осы есебін шығарып келесіз. Міне, 10% ерітіндісінің концентрациясы, тығыздығы және мәндерін ескере отырып, дәл осы формуланың көмегімен жазып, үйден есептеп келеміз, иә? Қанша миллилитр көлемде алу керек екенбізді. Түсінікті ғой? Неше? 85. Сізге жаңа дұрыс жауап бергеніңізде тағы да 5 ұпай қосылады. Сізде де 87 деген ұпай шықты, сізде 84 деген ұпай шықты, сізде 89 ба, точно ма? Минус 3 бар ғой, 74 болды, 74-ке плюс 10-ды қоса 84 болды. 84 ұпай. Бүгінгі алған ұпайларыңызды ескере отырып, еду жүйесіне сіздерге бағаларыңызды қоятын боламын. Енді осымен сабағымыз аяқталды. Орныңыздан тұра қойы. Қош, сау болыңыздар, иә?